Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте ерекше, осындай оңай дайындалатын, ет қосылған пирог дайындайтын боламыз. Бұл үшін біз бірінші қызған майға біздің пиязды майдалап қуырып аламыз да, золотистый түске енгенше қуырып аламыз. Кейін үстіне фарш саламыз, оны да жақсылап қуырамыз. Біздің дайын болып қуырылған фарштың үстіне дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Қамырын дайындау үшін жұмыртқаға тұз, одан кейін сұйық май қосамыз, сосын үстіне сүт және де барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Одан соң үстіне қопсытқышты, яғни разрық жейтелді, содан соң електен өткізіп ұнымызды саламыз, барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Біздің қамыр осындай сұйықтау болып шығуы қажет. Одан соң оны біздің фарштың үстіне біркелкі етіп, тегістеп құйып шығамыз. Содан соң бетін крышкамен жауып, жай отта 20-25 минутта пісіріп аламыз. Піскен кезде біздің қамырдың үсті осындай құрғақ болу қажет, қолға жабыспайтындай. Сосын біздің пирогты аудару үшін осылай үлкендеу тарелкаға пергамент қағазын қоямыз. Одан соң біздің пирогтың үстіне жабамыз да аударамыз. Үстіне кішкене сыр себеміз. Сосын 10 минутқа тағы да пісіріп аламыз. Сонымен біздің пирог дайын, өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.